Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге алғашқы табысымды, яғни $100 қайда жұмсағаным туралы айтып өтемін. Әрине, бұл менің балаларым үшін керемет ойыншықтар мен киімдер. Қазіргі таңда интернетпен ақша табу, яғни YouTube саласында жұмыс жасап, сонымен ақша табу кеңінен таралған. Осыған байланысты бүгін айтып өтетін болсақ, YouTube бұл қазіргі кез келген жаңағы үйде отырған ана болсын, немесе жұмыс жасап жүрген басқа да азамат болсын, кез келген адамға жақсы мүмкіндік береді. Яғни үйде отырып, өзі видеоға түсіріп, сол видеоны монтаждап салса, сол арқылы YouTube'дан ақша алуға болады. Мына видеода көріп отырғандарыңыздай, балаларға киім-кешек және де ойыншықтар алғанмын. Бұл ақша қайдан келді? Әрине, YouTube арнасынан, яғни біздің алғашқы табысымыз $100. Осы $100-ға алынған киім-кешектер мен ойыншықтар, оған қоса тағы да тамақтар, оны енді видеоға түсірген жоқпын. Керемет мүмкіндік. Айта кететін, мысалға студент болсын, кез келген жұмыс жасап жүрген азаматтың өзі мысалға видеоны қалай істеп жатқанын түсірсе, соны көптеген адамдар мысалға керек затты қазір көпшілік YouTube арқылы іздейді ғой. Кез келген затты болсын YouTube'дан іздейді. Өйткені видеомен бәрі қалай істеген бәрі көрсете алады. Сол керемет мүмкіндік, ешқашанда кеш емес, қазірден бастап бастауыңызға да болады. Жақында арнада сұрақ қойылған болатын, осы YouTube арнамызда жаңағы тегін мастер-класстар, жаңағы YouTube'да қалай ашып, қалай ары қарай жүргізіп, оған монетизация қосу арқылы да айтылған болатын. Сол неде енді көпшіліктің қалауымен жақын арада сол видеом салынады. Бірақ оған дейін мен подписчиктің 100 мыңға жеткенін күтіп жүрмін. Тағы да басқа да себептер бар, отбасылық тағы басқа жағдайларға байланысты, оны жақын арада білетін боласыздар. Ең бастысы, біздің YouTube арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біз сіздерді күтеміз. Бізді көріп, бізге лайк басып, комментария жазып, уақыттарыңызды бөлгендеріңіз үшін көп-көп рахмет.